адамдарды кредитке кіріп, Гринлифқа кіріп жатыр деп айтады. Сонда сіз қалай ойлайсыз? Кредитке кіргенде ол рассрочка. Бір кішкене шағын магазин ашсаң да, все равно жиған терің жоқ, тиын тебенен кредитпен басталады ғой. 90 қанша жылдарда аштық қой солай. Нече соның арқасында қаншама баланы асырап жеткізіп оқуын істеттік. Соның бәрі ертеңінде қайтарылатын нәрсе. Гринлиф ол сіздің келешегіңіз. Ол орын алып алғаннан кейін күніне мына жуындыдан магазиннен барып аласыз, ферины, кір жуатын нәрселерін. Мына экология дейді, енді жақсы нәрсе, денсаулыққа пайдалы нәрсе. Любой нәрсені қазір телефонға дейін кредит қалады, машинадан кредит қалады, нәрсені алайын да мына орын алып ал деген нәрсе. Ол сізге ойласаңыз қалай? Орын алып, зато самый керекті, күнделікті пайдалатын нәрсені сіз 50% арзанға аласыз. Бізді міне алдық солай. Соның өзінде 10 күнде төлеп тастадық. Неге десе, сол алып отырған жуындыларды 50% алып, үстіне 50%-ін қосып сатып, ақшасын жиып алып, сол кредитті төледік. Не істейсің? Зато біз орын алып қойдық. Ертеңгі келешегі мұның мол. Сондықтан қорықпаңыз. Баланың тойын жасағанда да кредитке жасадық қой. Ничего, өлгеніміз жоқ, балаларымыз өсіп кетті. Ұлды ұяға, қызды ұяға кредитпен жібердік. Ничего, міне аман есен сау отырмыз. Енді тағы кірдік біз. Неге десе, ол өмір ғой. Любой нәрсе риск. Мына благородный риск. Все равно күнделікті нәрсені аласың осы Гринлифтен. Тіс шұқитыннан бастап, тіс жуатыннан бастап, мына басты жуатыннан бастап, мына кірді жуатын, порошок сасымайды. Керемет емес пе?